Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Арай және бұл аялдама подкасты әлеуметтік жобасы. Яғни қарапайым жандардың шынайы оқиғасына негізделген подкаст. Және бүгін біздің алғашқы подкастымыздың алғашқы қонағы Ақтөбе қаласындағы поэзия кештерін ұйымдастырушысы, поэзия жанашыры Көлбаева Мадина Жұмабекқызы. Мадина ханым, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Рахмет, біздің алғашқы қонағымыз болуға келісіміңізді бергеніңіз үшін. Енді мен қысқаша айтып өттім, өзіңіз толығырақ айта кетсеңіз. Кімсіз, немен айналысасыз? Қайырлы күн. Қуаныштымын бүгін енді алғашқы қонақ болғаныма, шақыртқандарыңызға, ұсыныс тастағаныңыздарға. Негізінде наурыз мереке, соның қарсаңында бұндай подкастқа келіп отырғаныма қуаныштымын. Қарапайым жан ретінде адамның өмірінде енді айтары бар деп ойлаймын. Әр адамның өзінің өмірі туралы айтары болады әрине. Енді қанша жас сүрсек те, 40-қа дейін жиналған өмір бар. Ұзақ болсын деп өзіме тілеймін. Енді өмірді көріп жатқан жайым бар. Енді өмірге қуанып жатқан жайым бар. Сондықтан да бөлісетін де бір әңгімелер бар деп есептеймін. 40-қа келіп өмірді өзгертуге болады деп 10 жыл бұрын немесе 5 жыл бұрын айтқан адамға мүмкін қой жоқ деп жауап беретін шығармын. Бірақ дәл қазір өмір енді басталып жатыр деп айта аламын. Негізі өзім өмірді 180 дейді ғой, 360 даже градусқа өзгерткенім бар. Сондықтан да өзіме де алғысым шексіз, айналамдағы мені қабылдап жатқан адамдарға да алғысым шексіз. Осы жерде қайта кетсек, қай уақытта, қай сәтте басталды өміріңізді өзгерту туралы шешім? Негізінде бала кезімнен поэзияға ғашықпын. Бала кезімнен армандадым, осындай сахнаға шықсам, өзім кештер ұйымдастырамын деп ойладым. Бірақ ол ойлар бір түпте қала берді. Енді мына тіршілікте, үйдің шаруасымен дейміз ғой. Негізі мен енді көп балалы отбасынанмын. Әкем, шешем қарапайым жұмысшылар. Өзім Ақтөбе облысының Қандыағаш қаласының тумасымын. Руым табын болып келеді. Жаңағыдай қолдайтын, қорғайтын көп тума туыстарым жоқ. Әкем жалғыз ұлы болған әжеміздің. Өзінен кейін жалғыз ғана қарындасы бар. Сондықтан да андай көп бір тумалы, көп бір жанұялы, жаңағыдай тума туысқа бай адам деп айта алмаймын өзімді. Әкемнің жаңағыдай жақын бір тумалары бар, бірақ кіндіктен өзі жалғыз ұл. Өзіміз 5 баламыз отбасында. Қазіргі таңда енді ол үлкен көп балалы отбасы деп санамаймын. Қазір жастары 7 бала, 8 бала әкеліп жатыр ғой дүниеге. Бірақ ол кезде шамалы қиындау болған. Өзіміз әке-шешемізді көріп өстік. Әкеміз 3000 теңге айлығына жұмыс жасады. 5 баланың жаңағы пособиясын алып жүретін, бір очередтерде тұратын, бір акиматтарға барып жүретін, барлығы есінде. Мен өзім 3 қыздың үлкенімін, сондықтан үйдің шаруасына көп кеттім. Анам, әкемнің қасында көп болдым. Менен кейінгі сіңілдерім оқыды, жаңағы өздерінің дипломдары бар, оқулары жақсы, қазір отбасылары бар, жақсы барлығы. Мен өзім оқымай қалдым. Өзіміздің отбасымызда мен өзім дипломсыз қалдым. Себеп жаңағы жауапкершіліктен ба? Себеп сол деп ойлаймын. Өзім әкеме, шешеме жақын болдым. Сондықтан шаруаға көп кірісіп кеттім жасымнан. Жауапкершілік көп болды. Өзіме алғанымды қазір оны түсінемін.
қазір мына психолог, коуч дегендерді енді көріп жатырмыз ғой, солардың барлығы айтады, енді сізде сепарация болмаған деп. Мен соны қазір біліп жүрмін, әке шешемнен мен сепарация жасамағанмын. Әлі де солардың жаңағы қорғанышында қалып қойғанмын. Сондықтан кейбір кездерде өзімнің бала позициямда өмір сүретінімді білем. Мына үлкен адам сияқты емес, жаңағы кішкентай бала сияқты екенімді түсініп жүрмін. Бірақ соның барлығын қазір өзгертіп жұмыс жасап жатырмын өзіммен. Өзімді өзгертіп жатырмын. Соған қуаныштымын. Бұған қалай келдім? Енді көп 37 мүшел жасыма дейін Қандыағаш қаласында тұрдым. Әкем қайтыс болды 37 жасымда. Әкем қайтыс болғаннан кейін енді бір басқа бір сезім келді. Барлық сол өмірімді бір әкем ұстап тұрғандай. Бір кейде енді ойлайсың, әкем қайтыс болды деп, енді 30-дан кеткен үлкен адамсың былай қарап отқанда. Кейбір әңгімелерді естігенде 15-16 жастағы балалар қалып жатады ғой, әкесіз, шешесіз. Соларды ойлағанда ойлайсың, қой мен енді үлкен адаммын ғой оның қасында деген сияқты. Бірақ маған ол мүлдем басқаша әсер берді. Мен өзімнің туған үйімде қала алмадым. Әкемнің жылын бермей тұрып кету шешімін қабылдадым. Анама айттым. Енді анам жалғыз өзі тұра алмайды. Сондықтан да менімен еріп кетуге тура кетті ол кісіге. Соған да мен анама алғысым шексіз. Мен айтқан бір сөзімді тастамай, қасыма еріп, мені қолдап жүргеніне. Содан 4 жыл болды біздің қалаға келгенімізге. Үйімізді, барлығын, бұрынғы 37 жасқа дейін сүрген өмірімнің барлығын Қандыағаш қаласында тастап кеттім. Ақтөбе қаласына мен 0 болып келдім деп айтуға болады. Ешқандай бұяқта мен танысым, ондай қатты күтіп отырған мен адам болмады. Қолдаушым жоқ. Тек анам, отбасым, өзімнің анам, өзімнің балам. Мен жаңа сіңлілерім, енді олардың өздерінің отбасылары бар, олар өздерінің жұмыстары бар. Біз өзіміз келдік. Келгеннен кейін енді жұмыс іздей бастадық. Мен енді түрлі жұмыстарда жасадым осы 4 жылдың ішінде. Пол жудым, дүкенші болдым. Ол дүкеншілер де мені біледі. Мен 24/7 деген дүкенде жұмыс жасадым. Түнімен жасайтынмын. Таңертең үйге келіп, құлап, ұйықтап. Бірақ ішімде бір автобуспен былай да былай жүрген кезде ішімде бір сезім болды. Мен осы қалада бір орнымды табам деген. Үйлерге қарап өтіп барып сөйтіп айтатынмын. Негізі арман деген бар ғой енді ішімде. Арман бар, сенім бар соған. Сол автобустан қайтып баратып, ойлап жатам. Енді бір нем шығады ертең деп. Бір өзімнің орнымды табам мен. Осы қалада өзімнің атымды шығарам, өзімнің орнымды табам деген арман болды. Содан бір күні Инстаграм желісін енді көп қараймыз ғой. Жұмыста отырып та чаттарды көрем. Содан мен осы Браун кафесінде көп жасайтыным, негізі поэзиялық кештерімнің барлығы Браунда өтеді. Қай Браун болса да. Гринлендте де өтті, оның барлығы осы Браунның жетекшісінің арқасында қолдауымен. Неге десеңіз, мен Браунда администратор болып жасадым. Гринлендте де жасадым администратор болып, содан кейін осы Браунға администратор болып жасадым. Сол осы қыздардың менің видеоларымды көрсетіп, мен өйстіп жасағым келеді деп айтып жүрдім. Содан олардың қолдауы маған көп болды. Мен анамды да қолдады, жұмысқа алды, анамды алды, жазғы күндері баламды алды, өзімді алды. Барлығымыз бірге жұмыс жасап жүрдік та, осы Браунның иесінде Жұлдыз. Мен всегда айтып жүремін, енді әрқашанда айтамын Жұлдызға, өзі де біледі. Анама да жақсы қарым-қатынасы. Бір кәдімгі тумадай болып кеттік. Осы қаладағы бір тумам болды ғой енді, былай айтқанда. Тек сізге емес, отбасыңызға. Барлығымызда бір жерде болдық, Балам тастайтын жері болған жоқ, енді бірінші білмейміз. Қай автобуспен қайыққа барады, қай жерге жұмысқа тұрады деген. Менде андай шешім болды, біз бір жерге барып, бір жерден келуіміз керек деген. Сондықтан да мамам да, ұлым да, өзім де
кіргенбіз. Сол жерде барлығымыз бірге жұмыс істеп, сол рабочий автобуспен келіп кетіп жүрдік. Содан бір күні сондай ой келді, Жұлдызға айттым, мен солай жасайын деп едім деп. Әрине бірден қолдады. Гринлендке де маған жазда қолдау жасады. Осы Браунның Сәңкібай Батырда да үлкен желісі бар, болды. Ол жерде де менің кештерім өтті. Осы жерде де бүгін міне мен балдармен үлкен коллаборация жасадық мектеппен. Бүгін осы жерде өтті. Қолдаушылар сосын көбейіп келді. Соған мен қуаныштымын. Сосын қазір әр уақыт сайын көбейіп жатыр. Бұл 3 жылдың ішінде менің жасаған еңбегім дегенде, енді қалай жетістік, еңбек, өзімнің махаббатым шығар соған, или арманым шығар, енді ол жағын білмеймін. Бірақ кейде бір ойлаған кезде ойлаймыз ғой, мен тым істей алмай жатырмын, мынау бір келіспей жатыр деп. Бірақ жаңағы қарап, адамдармен сөйлескен кезде ол өте үлкен шаруа. Көп адам 10 жылдың ішінде жасайды екен деп ойлаймын. Өзім сондай не жасадым жаңағы. Өзіме статистика дейді, қарадым өзімнің жұмысымды, талдау. Сосын бұрын басқа адамдарды қарадым. Негізі мен өте тез дамып келе жатқан сияқтымын деп өзім баға бердім. Неге десеңіз, мен бір жылда 2 кеш жасап жүрдім, ана жылы 3 кеш жасадым. Барлығы да лық толы болады кештерімнің. Қолдаушыларым көп келеді. Ол келіп жатқан адамдардың ішінде ешқандай менің бір тумаларым, бір ағайындарым, бір жақтан келіп жатқан жаңағы бір кластастарым дегендер жоқ. Барлығы осы жердегі бір танымайтын адамдар. Келіп жатқан, мені көріп жатқан, мені танысып жатқан. Сіз секілді поэзияға ғашық шығар. Олар өздері енді біреуді может поэзияға ғашық шығар, біреу қолдағанды жақсы көретін шығар, біреуге орта, қазір мына әлеумет желісіне байланысты барлығымызға да енді жаңағыдай не қажет қой, контент қажет, жарнама қажет. Мүмкін соның бір несі шығар деп ойлаймын себебі. Бірақ бір жақсы себептің бірі сол барлығы жақсы орта. Үлкен орта, көп адам. Ол адамдар әртүрлі жаңағы салада. Сондықтан да бұның несі көп пайдасы. Мысалға бір адам бар аппаратура беретін, бір адам бар орын беретін, бір адам бар жаңағы оқырмандары көп жарнаманы тарата алатын, бір адам бар сені жаңағы көрсете алатын, сені таныстыра алатын. Соның барлығы осы орталардан шығып жатыр. Менімен еріп келген, мен алып келген ондай адам жоқ. Сондықтан да осы 3 жылдың ішінде мен жаңа таныстықтар таптым. Өзімді осы қазіргі дәрежеме жеткіздім. Соған мен өте қуаныштымын деп айтуға болады. Енді бүгін март айында өзіме мақтау, өзіме алғыс білдірем. Біреулер айтып жатады, өзіме сыйлық жасаймын деп. Мен өзіме сыйлықты осы жылына 2 рет жасайтын шығармын енді. Қашан поэзия кеш жасаймын, сол кезде соның барлығы маған сыйлықтар келіп жатады, қаншама гүлдер келіп жатады. Соның барлығы да мен өзімнің жаңағы жұмысымның жемісі деп білем. Мадина ханым, қазіргі сіздің жағдайыңыз, қазіргі жетістігіңіз кішкентай Мадинаның арманы деп айта аламыз ба? Мақсаты, арманы. Негізінде қазіргі менің осы сүріп жатқан өмірім, арманым, сол менің арманым деп есептеймін. Қазір ғана өзімді таптым деп есептеймін. Қазір ғана енді өзімнің ішімдегі арманымды шығардым деп есептеймін қазір. Қанаттанып, қазір бір күшті, бос, әдемі өзімнің қалпымда өмір сүріп келе жатырмын деп есептеймін. Күшті. Күн сайын сізді алға жетелейтін не нәрсе? Поэзиядан басқа. Ең бастысы енді адамның мына өмірді достойно дейді ғой.
достойно өмір сүргім келеді ғой, енді адам болу, лайықты бір адам болу, қоғамда бір өзіңнің тиісті орныңды табу, сен жай әшейін өмір сүріп жүрген адам ретінде емес, сен осы қоғамға керек адам ретінде өмір сүру. Негізгі арманым, негізгі түпкі мақсатым осы қоғамда керек адам болу. Негізінде арманым сол деп есептеймін. Күнделікті ізденістемін, өзіме лайықты орталарға баруға тырысамын, қалмауға тырысамын, оқу, даму, сол жолдамын қазір. Қазір қарап отырсам, енді көп жыл босқа деп енді айтуға болмайды, оның барлығы да бір керек зат болған шығар, енді сабақ, тәжірибе керек болған шығар мен үшін. Бірақ көп жыл жоғалтып алғанымды білемін. Бірақ ештен кеш жақсы деген ұстанымдамын. Сондықтан да алға нық қараймын. Өзіме тиесілі жоспарларым бар. Солмен қадам басып келе жатырмын. Сондықтан да кеш, енді қалып қойдым, бұны өзгерту керек деген сөздерге қарсымын. Ешқашанда кеш емес деп ойлаймын. Оқуға да кеш емес, өмірді өзгертуге де кеш емес. Мен негізі әр адамның өзінің қалауы болады. Выбор дейді ғой. Сен выбор болады, сен қарапайым өмір сүре аласың. Дүкенші ол, бір жұмыста мұғалім бол, или дәрігер бол, бір өмір сүре аласың. Айлықты алып, жүруге, енді сен де ол кезде септігін тиеді ғой, енді халыққа, адамға пайдасы. Бір жағынан арманымды орындап, мен мұндай өзімнің ойлағандай адам болайыншы дегенді да ала аласың. Сондықтан арманды іштегі шығару керек деп есептеймін. Қиындықтар болады. Сен дүкенде істесең де болады қиындықтар. Былай жүрсең де болады қиындықтар. Сондықтан да даму жолын алған дұрыс деп ойлаймын. Қиындық ол барлық жерлерде де бар. Дамуда ол 2 есе үлкен, оған сабырлық керек. Бірақ мен өзімді кеше ғана ойладым. Негізінде мен өте сабырлы адам екенімді түсіндім. Неше жылда мен күте алатын адам, сабырлықпен жүре алатын адам екенімді түсіндім. Неге десеңіз, осы арманыма келудің өзі мен іштегі сабырлығым ғой. Күте білуім өзімнің уақытымды. Енді менің уақытым өтіп кетті деп кету емес. Мен сабырмен күтіп, төзіміммен күтіп, осы менің уақытым келді дегенде шығып тұрғаныма қуанамын. Оған менің отбасым, анам да қолдайды мені. Енді жасың келді, өзің ойлағанмен жүр деп айтады ол кісі де. Енді ол кісі де түсіну керек. Енді менің отбасым, енді ондай жолдасым жоқ. Ондай көп балалы да ана емеспін. Өмірдің өзінің бір сондай қалауы болған шығар, енді маңдайыма жазылған тағдырым. Өзім қыз кезімде бір ұлыммен қалдым. Ұлымды енді менің өсіруіме, оны адам қылып, қазіргі тәрбиесіне әкемнің және анамның көп күші кетті, көп еңбегі кетті, уақыты кетті. Сондықтан қазір ол кісі де маған айтады, өзіңнің қалаған мақсатыңмен жүре берді. Еркіндік қазір берді. Сондықтан мен қазір боспын, андай бір өзімнің арманыма жету жолындамын. Өзіме өзім ризамын. Қазір қуаныштымын. Қиындықтар өте көп. Осы жайында айта кетсек, ең өміріңіздегі ауыр өмірлік сынақ не болды және оны қалай еңсердіңіз? Өмірдің ең қиыны дегенде, енді әр адамға қиындық әртүрлі ғой. Мен енді 24 жасымда баламмен қалдым өзім. Жүріп дейді ғой, енді жүріп жүрген жігіт
енді келіспедік, өзім аяғым ауыр болып қалды. Сол кезде маған өте ауыр болды, бірақ мен ол ауырлықты олай қылып сезінген жоқпын. Неге десеңіз, менің анам, жаңағы әкем мені қабылдады, қолдау көрсетті сол кезде, бірақ іштей мен қиналып жүрдім оған. Ұялып жүрдім, қиналып жүрдім, шаршап жүрдім. Ол кезде жаңағыдай ондай қыздар да көп болды мен сияқты, бірақ олардың аналары қабылдамайды, әкелері қабылдамайды, біреулер жаңа үйлеріне қуып жіберіп жатады, біреу балдарын тастап кетіп жатады. Менің осы жолда бір еңсеруім, осы жолда менің анамның қолдауы мықты болды, әкемнің қолдауы мықты болды. Менің баламды сол өздеріне алып, бағып, қағып, мені қолдады. Мен оның барлығын ұмыту үшін тек жұмысқа кеттім. Жұмысқа арнадыңыз өзіңізді. Салынып кеттім жұмысқа. Ол жұмыста сол жастан бастап мен барлық арманымды ұмыттым. Тек жұмыс, айлық, үй, бала, киім алу, тамақ алу деген тұрмыстық күнделікті шаруамен, өмірмен кеттім. Анама көмектесіп жүрдім. Анам ол кезде Қандыағаш қаласында саудада жүреді ғой, енді барлығы ол кездің адамдарының. Анам да сол қатарда болған. Сауда жасайтынбыз, соның қасында еріп жүретінмін. Соңғысын көтерем, мына жаққа тұрып қайтшы десе барып сауда жасап қайтам. Сол кешкісін бірге келем, еріп. Сондай уақытты өттік бәрін бірге. Одан кейін мен қатты қиналатыным мына самореализация дейді, өзімді өзім жасамағаныма қатты қиналдым. Өзімнің арманымнан тұншықтырып тұрғанына, шыққым келетініне, өзімді көрсеткім келетінін барлығы жабылып қалғанына қатты қиналдым. Соны ашқым келді, бірақ қолымда бала бар, жаңағы әке-шешем бар, өзімнің арнайы үйім жоқ, өзімнің күйім келіспеген, материалдық тұрғыда қиындық болды. Сондықтан көп жыл бойы, мына сабырлық деймін ғой, сол көп жыл бойы соны тек армандаумен келдім. Бірақ қазір шүкір жемісін жеп отырмын. Қазір әкем марқұм бізге айтатын соны әрқашан: Мәкөн, сен бақытты боласың, сенде бәрі күшті болады деп айтады. Бір қандай бір сенбеушілік болады. Қашан деп жаңағыдай қиналамын да. Енді ол адамға жаңағыдай тән қасиет қой. Енді тез болғанын қалаймыз, барлығын асығасың, ол қашан болады деп ойлайтынмын. Әкем қасынан жібергісі келмейтін, сондықтан әкем енді ауырып қалды, 2 жыл жатты, төсек тартып. Анаммен қасында болдым әкемнің соңғы күніне дейін. Адамның кеткенін сол кезде өзім көзіммен көрдім. Енді әкем қолымда кетті, оны көрдім көзіммен. Сол адам деген өмірден тек әшейін кетеді екен ғой деп ойладым сол кезде. Жан шығып кетеді, ешқандай ар жағы жоқ қой. Бір күні шығарасың, одан кейін жаңағы бір көпшілік адам келеді, сол адамдар кеткеннен кейін кәдімгі өмірдің жалғасуы. Тірі адам тіршілігін жасайды. Ал мен үшін анандай бір сезім болды да, бір адам өлсе, бір онсыз өмір сүре алмайтындай болады, мүмкін емес деген. Сондай сезім болды. Мен қалай өмір сүремін деп. Оған себеп сіздің әкеңіздің қызы болғаны шығар. Әкеңізге постоянно сол бірге үйде болғандықтан, байланысымыз қатты болды. Сондықтан да сондай болды. Сол кезде анама да қараймын, анам да сондай. Енді үйреніп қалғанбыз бірге тұрып. Сол кезде енді қатты қиналып қалдық. Сосын мен қалмаймыз дедім бұл жерде. Өмірімізді давай өзгертейік дедім. Әкеме де ол ұнар, біздің жақсы болғанымыз, біздің өзгеруіміз, жаңағыдай жайлылық алаңына шығып, өзімізді өзіміз қалпымызға келтіру, ол кісі де қалайды ғой деп ойладым ішімнен. Сол енді ең дұрыс шешім болды деп есептеймін қазір. Анам да айтады, осы шешімім дұрыс болды деп. Сол үшін де алғыс айтамын анама. Әрқашанда қолдап жүреді. Кету қиын болды. Неге десеңіз, ол үйді әкем өз қолымен салған.
ол үйде біздің барлық балалық шағымыз өтті. Бүкіл 5 бауырымыз, барлығымыздың да балалық шағымыз өтті. Енді ол жерден жаңағы екі сіңлім тұрмыс құрды, балалары бар, барлығы шүкір оқыған, жаңағы мамандықтары бар адамдар. Ол жерде тек мен өзім таба алмай қалғандай болдым ғой. Тек мен қиналып қалдым шамалы. Оған қиналғанда тек өзімді шығармағаныма қиналып қалдым. Сол тек қиындап жүрді. Қалаға келу, ешкім жоқ, ол да бір жақсы деп ойлаймын. Депрессияға түсетіндей бір болған жоқпыз. Анам өйткені еңбекқор, қалаған жұмысқа беріліп кетеді. Соның да арқасында анам келгеннен бері жұмысқа кіріп кетті. Мен де кіріп кеттім. Ұлымды да қасыма алдым. Сондықтан еш мұнаймай жаңа қалада жаңа өмір бастадық. Қазір соған енді өте ризамыз. 3 жыл бұрын мен ешқандай адамды танымайтынмын бұл қалада. Қазіргі таңда мені танымайтын адам жоқ деп есептеймін. Енді бір орталарға өзіміз барған кезде, енді сіз деген сол поэзия оқымайсыз ба, сіз жаңағыдай бітпейсіз ба деп айтып жатты. Соның өзі енді үлкен мәртебе. Біздер қазір көп қой, бізде подкаст көп, Инстаграм, Ютуб барлығы көп, мынандай танымал жаңағы блогер дейміз, жаңағы жұмыс жасап жатқан қыздар көп қой өз-өзіне. Сондықтан мен кейде ойлаймын, баяғы адамдарды енді мысалы халық артисі, жаңағыдай енді бір еңбек сіңірген артист, жаңағы бір ордендар бір адам бар, адамдар емеспіз ғой енді, бірақ мына әлеуметтік желісіне жаңағыдай біздің шыға алатынымызға сол жақсы кезде ойлаймын қазір. Мүмкіндік қой, барлық адамға мүмкіндік. Ол жақсы деп ойлаймын. Ол сені бұрынғы заманда жаңағы енді, ол сен жаңағы 40 жыл бар бірдемесе жасауың керексің. Одан кейін сен жаңағы до конца жаңағы қартайғанша бірдемесе жасау керексің. Содан саған бір медаль береді. Сол кезде ол кісі барып жаңағы айтады. Сосын барып мойындау керек оны, иә. Қазір біз жаңа тұрып жатқан заман өте жақсы, еркін заман. Қалаған адам өзінің қалаған жаңағы шығармашылығын шығара алады, өзінің қалауын таба алады, өзінің көрермендерін таба алады, өз ойын айта алады. Ол үшін жаңағы бір адамдар қажет емес. Қазір біздің көп жаңағыдай концерт, бұрын үйренгенбіз ғой, енді мына концерт болып жатса 500 билет сатуың керексің. Сен ол мұғалімдерге апарып бересің, біреулерге тағы апарып бересің, кітапханаға апарып бересің. Олар соны сатып алып келу керек. Қазір ондай заман емес. Қазір адам еркін, барлығын өзі қалауын жасайды. Қайқа барғысы келеді, сояққа барады. Менің кешіме барғысы келе ме, ол жаңа халық артисінің кешіне барғысы келе ме, ол да адамның қалауы. Сондықтан біз қазір жақсы кезде бір өмір сүріп жатқан адамдарымыз. Сол үшін қуаныштымын. Қазір біздің еліміз күшті дамып жатыр. Соның ішінде біздің Ақтөбе қаласы өте тез дамып жатыр деп есептеймін. Енді үлкен бір мегаполис болмағанмен, соған келе жатырмыз. Болмағанмен мынандай көп жиындарда адамдар көп жиналады. Жан-жақты адамдар біздің қаламызда, сол өте қуантады. Сондықтан әр адам өзіне көрермен таба алады. Сондықтан бұл жолда ешқандай қиналмауға болады деп есептеймін. Мүмкін армандап жүрген адамдар болса, бір қиналып жүрген адамдар болса, негізі шыққысы келетін адамдар болса маған хабарласса да болады. Кештерге мен шығарамын шыққысы келетін адамдарды, өзімнің кештеріме шақырамын. Мен сияқты жаңағы шығарып жатқан кештерге де шығаруыма болады. Негізі шығармашылық адамдарды мен жақсы көремін. Оны жаңағы бір жерден бір үлкен қолдау күтіп жүрудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Кішкентайдан бастауға болады. Мен ең бірінші кешімді 22 жылы жасаған кезде маған бір 4 қана адам келді. Бірақ ол кезде де мен мобилографты да шақырдым, жаңағы бәрін шақырдым, түсірдім оның бәрін. Оны мен ұялмаймын. Қазір Инстаграмда бар ол кешім. Жаңағы кәдімгі бәрін бетіп көрсетіп жүргенде бір 3-4 адам отыр. Ол менің жолымның басы. Оған мен ешқандай ұялмаймын оны көрсетуге. Тәжірибе.
ол бәрі тәжірибе. бірден бола Иә. бермейді деген. Одан жаңағыдай ұнататын адам қалды, ұнатпайтын адам кетті. Мгм. Одан кейін екінші кешке одан да көп адам жиналды. Одан менің жасап жатқан ісім біреуге ұнайтын болып тұр ғой деген бір түйіп келеді адамға. Сондықтан да оны жалғастыра берейін деген ой келеді ары қарай. Қазір Құдайға шүкір. Қазір Менің- қанша адам жиналады шамамен? Соңғы жылдары деп алсақ. Ана жылы енді менің кешіме 60 адам келді. Керемет. Январьда менің туған күніме арналған кеш болды, оған 60 адам келді. Гринлендте жасадық, оған 30 адам келді. Сосын менің билеттерімді арзан деп айта алмаймын. 4.000-нан басталады. 4.000-нан Гринлендте менің билеттерім 7.000 теңге болды. Ол неге ондай қымбат деп ойлағанда, ол себебі үлкен зал емес. Сосын ол жерге мен барлығында шақырамын. Оның барлығында ақша кетеді. Сондықтан есептеп келген адамдар оны түсінеді. Сондықтан түсінетін адамдар билетті сатып алады. Ешқандай әңгімесіз. Мен ойлаймын, рухани азық, Иә, рухани азық іздеп келеді адамдар. Рухани азық және орта. Орта. Бір шығармашылықты жаны сүйетін адамдардың жиыны десек те артық айтқанымыз болмаса. Бүгінгі кеште мысалға келген адамның барлығы жылады. Өйткені балдар шықты, балалар өз лебіздерін білдірді аналарына. Оны біз күнде көре бермейміз. Біз өзіміз күнделікті шаруадамыз. Мен де күнделікті шаруадамын. Ұлыма бір жылы сөзді айтуға уақыт таппаймын. Сол сияқты да таппайтын адамдар бар. Біздер ұмытып кетеміз. О балаға мен сені жақсы көремін, жаным, қошақан десең, ол да естімеген сияқты болып, бүгін мынаған не болды деген сияқты болады да бір әсер. Ал сен күндегенде айта берсең, оны ол бала жаңағыдай естіп үйренеді ғой. Сондықтан оған сол қалыптасады. Ол да отбасында ертең сондай әңгімеге үйреншікті болады оған. Ол жаңағы естімеген адам ұқсап, мынау не деген деп, мынау қалай деген емес. Жаңағыдай бір сыйлық жасау үшін мерекені күту емес, күнделікті бір жақсы жылы сөз аямау, құшақтау, сүю, бір қайырлы түн, қайырлы кеш, қайырлы таң деген сөздерді қалыптастыру, адамның сезімін бір-біріне айта білу және қабылдай білу. Сондықтан бүгінгі аналар көз алды, жаңағы көздеріне жас алды. Оны әр адам естігенде тебіренеді. Естігісі келеді негізі. Бірақ оны тыңдауға уақыты жоқ. Сондықтан да кештерде енді сезімге біз ерік береміз, жылаймыз, күлеміз. Демек, сіздің кештеріңізді терапия деп айтсам да артық болмас, иә? Себебі қазіргі ақпараттық ағын заманында қысым көп, стресс көп, қысқа уақытты стресстер болса да, кейде адамда бір бойында қысым тұрады, шығара алмайды. Сол кезде жылау, ол негізі бойдағы стресстен, қысымнан босату. Ал сізге келген аналар, бір жағынан рухани, аналар, адамдар жалпы, бүгінгі кеш аналар болғасын, жалпы адамдар бір жағынан рухани азық алса, екінші жағынан бойдағы бір қысымды босатып, өзінің сезімдеріне ерік береді. Керемет, мен ойлаймын, сіз осыдан кейін алдыңызға келген әрбір дамиым, көрем деген адамдарға қолдау көрсетесіз деп, демеушісі бола аласыз деп, алға жетелеп, қасыңызға ала аласыз деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Айтқымыз да келеді оны. Шығармашылық жүрегінде бар адамның барлығына да ашықпыз, күтеміз барлығын. Бірінші өзі шықпаса да кештерге келсе, жаңағыдай көрсе, оны сезінсе, поэзия негізі барлық адамның жүрегінде бар. Кешке келген адамдар ең соңында барлығы шыққысы келеді. Микрофонға барлығы шыққысы келеді. Сондықтан да ол іште бар сезім, адамдық қой оның бәрі. Адамдықтан біз алыстамауымыз керек. Адамдық қасиетімізді сақтап қалуымыз қажет қой. Сол барлығымыздың бір миссиямыз болады. Негізі өмірге келгенде адамның миссиясы болу керек қой. Негізі менің миссиям бір сондай деп ойлаймын өзімді. Мен өзім де солай адамдарға жақын болғым келеді, тартылғым келеді. Маған да солай тартылса екен деп ойлаймын, армандаймын. Қазір оны өзім сезініп та жүрмін. Керемет.
Қиындықтарға бірақ көп тоқталмай ақ қояйық. Енді наурыз, мереке, сондықтан да Көктем, жаңару, иә. көктем, жаңару, өмір болғаннан кейін қиындықтар барлық адамдарда да болады. Менде де ол бар, көп та, мені танитын да адамдар да білет оны, мені қарап жүрген адамдар білуі мүмкін, менің Қандыағаштағы енді жаңағы бірге туған жаңағы ауылдастарым да білуі мүмкін, бәрін біледі. Сондықтан қиындыққа мойымау керек. Алдыға қарай, арманға қарай, әдемі, күшті болып қадам басу керек. Оны бастау керек бірақ. Соңғы сауалымыз болсын. Егер бүгінгі күніңізді бір сөзбен сипаттасаңыз, ол қандай сөз болар еді? Өзгеру еш уақытта кеш емес. Өзгеру еш уақытта қиын емес. Ол үшін тек қана жаңағы дайын болуың керексің, қабылдауың керексің өзіңді. Сондықтан барлығына тек армандарыңызды ұмытпаңыздар деймін. Арманыңызға тіке нық жүріңіз. Алда сіздерді қолдайтын адамдар міндетті түрде кездеседі. Керемет, құрметті көрермендер, осымен біз аялдама подкастымызды аяқтаймыз. Бүгін бізде қонақта болған поэзия кешінің жанашыры, Ақтөбе қаласындағы поэзия кешінің ұйымдастырушысы Мадина Жұмабекқызы. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, сүбелі сұхбатыңызға алғыс айтамыз. Ал еске сала кетейік, бүгінгі біздің аялдама подкасты Браун кофейня желісінде түсірілді. Сол үшін де осы Браун кофейня желісінде алғысымызды білдіреміз. Амандықта жолыққанша сау болайық.